жолдастан кеткені мен үйден күнде қорқынышты оқиғалар көре бастадым. Маған түк болмайтын. Сосын ата-анам алыс жаққа кетіп қалады. Ал мен үйде жалғыз қалам. Мен өте қуандым. Сосын мен өте қуанғаным себебі YouTube түсіруге болады. Мен сол кезде ноутбук шұқылап отқанда свет сөніп қалады. Сосын мен қатты қорқып, қайдан свет өшіп қалды деп таңғалдым. Сосын мен коридорда жүріп келе жатып, менде қатты қорқыныш сезімі болды. Сосын мен кухняға қарай бара жаттым. Кухнядан мен свет жағатынды таппадым. Менде сол кезде зарядка да өшіп қалды. Мен не істерімді білмей қорқып отырдым. Есіктің алдынан бір қорқынышты дауыс шыққан сияқты. Мен қатты қорқып көрпемен жамылып алдым. Мен ешкімнен қорықпаймын деп жүріп келе жатып, үнім сөніп қалды. Сол кезде мен коридорға қараған кезде есіктің артында бір елес тұрған сияқты болды. Мен қатты қорқып кеттім. Сол кезде мен қатты шошып бақырдым. Сосын бір кезде светті қосылады. Достар, свет қосылғанда бізде қорқыныш сезімі болмайды. Достар, енді сіздер кішкентай кездеріңізде немесе үлкен кездеріңізде қорқынышты кез болды ма? Әрине комментке жазуды ұмытпаймыз. Барлықтарыңызға сау болыңыз.